Қазақстан мен Ауғанстан сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыруға ниетті. Бұл туралы Алматыда өткен бизнес форумда айтылды. Екі ел арасындағы тауар айналымы биылғы 8 айда 330 миллион ақш долларына жеткен. Бүгінгі шарада бұл көрсеткішті 3 есе ұлғайтып, транзиттік тасымал жүйесі, салық пен виза мәселесін екі жақты келісіммен шешу жолы қарастырылды. Одан бөлек форумда ауыл шаруашылығы, тау-кен өнеркәсібі және энергетика сынды негізгі салалардағы ынтымақтастық сөз болды. Осы екі ел арасындағы сауда айналымы 3 миллиард долларға дейін жол картасына қол қойдық. Бұл жол картасында бірнеше мәселелерді шешіп жатырмыз. Айтып кеткендей, осы банк мәселесі, Қазақстанның экспорты, Қазақстанның импорты, содан кейін көлік мәселелері, инфрақұрылым мәселелері, осындай барлық мәселелерді біз талқылап, шешімін тауып, осы өзімізге осы мәселелерді шешу мақсатын 2-3 жылға қойдық.